Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше ортасына ет қосылып жасалынатын қаттама нанның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Таза ыдысымызға сүтімізді, суымызды құйып аламыз. Үстінен тұзымызды салып, ерігенше араластырамыз. Үстінен алдын ала тартып қойған ұнымызды саламыз. Қопсытқышымызды саламыз. Қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Он минутқа тынығуға қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Алдын ала 3 пиязымызды турап аламыз. Фаршымызды саламыз, шегілген етті. Дәмдеушімізді саламыз. Менде зіря және кориандр, сонымен қатар дәміне қарай тұз саласыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісіп отырсаңыз. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды 4 бөлікке бірдей қылып бөліп алған соң, жуалап қойып қоямыз. Менің каналымда бұдан да басқа жақсы дәмді ыстық тағамдардың, салаттардың, самсалардың, сонымен қатар майлы шелпектердің неше түрлі рецепттер бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Торттардың рецепттері бар. Қамырымызды жайып алған соң, үстіне кішкене ғана ұнды сеуіп, бір-біріне жабысып қалмас үшін ортасына сеуіп, бүктеп қойып қоямыз. Екінші қамырымызды жаямыз. Жайып алдық. Үстінен алдын ала ертіп алған сармайымызды құйып, теп-тегіс етіп жағып шығамыз. Салмамызды 4 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін алып, қамырдың үстіне барлық шетіне жайып шығамыз. Жайып қойған баңалдегі қамырымызды бетіне қойып шығамыз. Яғни жайып шығамыз бұны. Үстінен сармайымызды жаңағыдай теп-тегіс етіп жағып шығамыз.
жаңағы фаршымыздың тағы бір бөлігін алып бетіне жайып шығамыз. Жайып алған соң бір шетінен бастап ораймыз. Орап алған соң мұздатқышқа 25 минутқа қойып қоямыз. Минут өтті. Енді қамырымызды алып, бетіне кішкене ғана ұн сеуіп, оқтаумен қамырдың үстін басып, кішкене қамырымызды жаямыз. Енді пісіретін табамызға саламыз. Бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағамыз теп-тегіс етіп. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша канал одан ардамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдыра кетсеңіз, сонымен қатар осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісіп отырсаңыздар. Теп-тегіс жақ болған соң шанышқының көмегімен бетіне кішкене ғана узор саламыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Яғни доқтарыңыздың қызуылығына байланысты қарайсыздар. Өте ерекше әрі дәмді. Бір істегенде сәтті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Сырты қытырлақ, ортасы жұп-жұмсақ. Менімен бірге видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.